Жолбарыс пен тышқан. Ертеде ешкі жүні бүрдеді. Бір жолбарыс ну тоғайдың саясында ұйықтап жатыпты. Сол маңда жүрген бір тышқан байқаусызда жолбарыстың үстінен жорғалап өте беріпті. Соның жыбырынан оянып кеткен жолбарыс үстінде ойнақтап жүрген тышқанды алады да сығымдай ұстап өлтіруге айналады. Сол кезде жаны мұрнының ұшына келген тышқан еңірей жылап тұрып: «Оу тақсыр, өзің айтатын бір арызым бар, мені өлтіре көрме, күнәмді кешіре көр, білместік өтті жазған басымнан, тірі жүрсем мен де саған пайдамды тигізермін, бір қызметіңе жарармын» деп жалбарыныпты. Сонда жолбарыс мына бармақтай тышқанның сөзіне қарқылдай күліп тұрып: «Ей, мен жолбарыспын, күшімде мығым, сен шырпы сындыра алмайтын тышқансың. Сонда да қалжыңың қызық екен. Мына түріңмен сен маған қалай қызмет етпексің? Дегенмен әзілің ұнады, босатайын, бара ғой» деп тамашалап тышқанды қоя беріпті. Босана сап жорғалай жөнелген тышқан қалған өзінің достарына «Мен жолбарыспен дос болдым» деп мақтана қуанып, ойнақтай зымырап кете барыпты. Күндердің бір күнінде жолбарыс қалың тоғайды аралап жортып жүргенде мойны аспалы тұзаққа ілініп қалыпты. Қанша бұлқынса да босана алмай өкіріп жылай беріпті. Бір кезде тышқан жолбарыстың гүрілдеген дауысын естіп жорғалап жетіп келсе, баяғы өзінің досы екен. Қасына жетіп барады. Сол кезде тышқанды көзі шалған жолбарыс: «Ей, досым, мынаның бір амалын тапсаңшы» деп бармақтай тышқаннан көмек сұрапты. Мұны қуаныш көрген тышқан: «Қазір бір амалын табам» деп жыбырлай жорғалап барып, тұзақтың жібінтісімен қырқып үзетті, тұзақты талқандап, жолбарысты тұтқындықтан босатады. Басына қатер төнгенде бір қажетіне жараған тышқанға жолбарыс разы болып: «Рахмет, досым» деп алғыс айтып, ажалдан құтылғанына шат болыпты. Күштілер де кейде әлсіздерге басы еді екен. Мықтылардың азабын жоюға себеп болатын әлсіздер дүниеде жоқ емес, оны тани білген лазым. Халықта мынадай ғақлия сөздер бар: ханның ісі қараға түсер, батырдың ісі балаға түсер, жолбарыстың ісі тышқанға түсер, ерлердің ісі дұшпанға түсер деген.